Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз нұсқа талдау, яғни математикалық сауаттылық тесттерінен келген слив сұрақтарды нұсқаларға жинақталған, сол нұсқаларды талдайтын боламыз. Бұдан ары қарай бүгін бірінші нұсқаны талдаймыз. Бірінші сұрақ: екі санның қосындысы 573-ге тең. Оның біреуі бір цифрымен аяқталады. Егер бірді сызып тастасақ, онда екінші сан шығады. Осы сандардың кішісін табыңыз дейді. Енді қандай да бір екі санның, мысалға қосындысы, мына бір сан болсын, мына екінші санның қосындысы 573-ге тең. Біреуі бір цифрмен аяқталады дейді. Нұсқаларға қарайтын болсақ, нұсқаларда екі таңбалы сандар, демек кішісі екі таңбалы сан екені белгілі. X деп қояйық, екі таңбалы сан бізге табу керек болған. Ал біріншісі бір санмен аяқталады дейді. Егер бірді сызып тастасақ, біз іздеп жатқан екі таңбалы сан шығады дейді. Демек, бұл жерде де XX болады. Қандай да бір санды табу керек. Екеуін қоссақ 570 шығу керек. Сонда қараймыз. Енді бұл жерде нұсқаларға қарай қоя салайық. Мысалға, А нұсқасы 55 деп тұр. 551 плюс 55 қоссақ 570 шықпайды. Емес жауабы. Екінші нұсқа, Б нұсқасы 54 дейді. 541 плюс 54 дейді. Бұны да қосып көрейік. 5, 9, 5. Бұл да 570 емес. С нұсқасын келесі 51 дейді. 51, 1 плюс тағы 51. Бұл да 570 емес. Енді Д нұсқасын тексерейік. 52 деген сан плюс 1 плюс 52 дейді. 3 қосатын болсақ, 3, 7, 5, 573. Демек, біз ізделінді сан 52 екен. Түсініп отырсыздар ғой, 52-ге 1-ді жалғасақ 521 шығады. Оған 52 деген санымызды қоссақ 573 шығып тұр. Демек, Д жауабы болады екен. Келесі екінші сұрақ: сандар белгілі бір заңдылықпен берілген. 5-ші санды табыңыз дейді. Сонда қараңыздар, заңдылық оңай, былай қарап тұрсақ, бірінші 22 саны берілген. Сосын 22 санның ортасында 0 сан тұр, 202 болып. Үшінші кезекте, үшінші ретте 22 санның арасына тағы бір 0-ді қосқан. Сонда әр қадам сайын бір 0 қосылып кетіп жатыр. Сонда келесі ізделінді сан, сонда 2, 22 деген санның ортасында мына жерде 1 0, 2 0, демек 3 0 қосамыз. Сонда 20.002 болады. Бұл бізде А нұсқасында тұр екен. А нұсқасы. Келесі есеп: 5, 8 және 4, 1 деген цифрлармен жазылған ең үлкен және ең кіші 4 таңбалы сандардың айырмасын табыңыз дейді. Қараңыздар, ең үлкен 4 таңбалы санды жазып алайықшы. Осы жерден ең үлкен цифра 8. Келесі 5, 4, 1. Осы ең үлкен сан. Ең кіші санды анықтап алайық. Ең кішісінен бастаймыз. 1, 4, 5, 8. Кішіден жоғары қарай, үлкенге қарай жазамыз. Сонда ең үлкен сан 8541, ең кіші сан 1458. Ені бір-бірінен азайтырамыз. Есептің шарты бойынша азайтылған 1458 дейді. Сонда 11-ден 8 азайтамыз, 3 болады. 8,
Бұл жерде 0 қалды. Мына жерде 7. 7083 дейді. 7083 деген D нұсқасында беріліп тұр. Келесі есеп. Сымды 18 бірдей бөлікке бөлді. Егер сымды 12 бірдей бөлікке бөлетін болса, онда бөліктің ұзындығы 8 сантиметрге артады деді. Сымның ұзындығын табыңыз дейді. Сонда 4-ші есеп. Сымды 18 бөлікке бөліп тастадық, Сымның ұзындығын x деп алайық. Сымның ұзындығы x болсын. Қараңыздар, осы сымды бірінші кезекте қараймыз. 18 бөлікке бөлейік. 18-ге бөлеміз. Екінші кезекте 12 бөлікке бөл деп тұр. 12 бөлікке бөлеміз. Сонда екеуінің бөліктердің ұзындығы 8 сантиметр разница береді екен. Сонда x бөлінген 12, x бөлінген 18 бөлігінің арасындағы айырмашылық 8-ге тең болып тұр. Ортақ бөлім келтіреміз. Ортақ бөлім бізде 36. 36-тан береміз. Мына жерге 2-ден береміз. 2 жердегі 18-міз 36, ал 3 жердегі 12-міз 36. Енді бөлшектермен жұмыс істеу шарты бойынша бөлімдерін тастай салайық. Сонда алымына көбейтеміз. Берілген ортақ бөлім көбейтінді 3x минус 2-ні x-ке көбейтеміз. Тең болады 36-ны 8-ге көбейткенімізге. Сонда 3x-тен 2x алатын болсақ, просто 1x қалады. 36-ны 8-ге көбейтсек, мына жерге бүйтіп жазып алып, удобно жазып алсаңыздар болады. 8 жердегі 6-мыз 48, 4 ойда деп қоясыздар. 8 жердегі 24, 28, 288 болады екен. Сонда бізде жауабымызда С вариант тұр. С вариант кеп тұр. Есептің шартын жақсылап оқыңыздар. 5-ші есеп. 5-ші есеп. Бірінші ұшақтың жылдамдығы 360 км/сағат екен, екіншісінікі 270 екен. Бір қаладан А қаласынан бір уақытта бір бағытқа ұшқан. 2 сағаттан кейін бірінші ұшақ жылдамдығын 220 км/сағатқа азайтыпты, ал екінші ұшақ бірінші ұшақты А қаласынан қандай қашықтықты қуып жетті. Бірінші кезекте біз бүйтіп алайық. 2 сағат ішіндегі қашықтықты тауып алайық. 2 сағат ішіндегі S қашықтықты тауып алайық. Ол үшін біз бағанаға уақытқа көбейтеміз. Сонда бірінші ұшақтың қашықтығы ұшқан. Бірінші ұшақтың жылдамдығы 360 км/сағат. Көбейтем 2 сағат. Сонда бірінші ұшағымыз 720 км қашықтықты басқан болады. Екінші ұшақ қанша қашықты жүріп өткенін табу үшін екінші ұшақтың жылдамдығы 270, онда 2-ге көбейтейік, сонда 540 км болады екен екінші ұшақ. Және олардың 2 сағат ішінде қашықтығы S-тең бір-бірінен алу керекпіз. Мәндерін азайтамыз. 540. Сонда бізде 0, 8, 180 км екен. 180 км шықты. Енді жылдамдық өзгергеннен кейінгі жағдайды қарастырамыз. Бізде екінші жағдай ол жылдамдық өзгергеннен кейінгі жағдай. Жылдамдығының өзгерісі бірінші ұшақ 220 км/сағатқа дейін азайтқан. Бірінші ұшақ сол жылдамдықтан 220 км/сағатқа азайтқан жылдамдығын. Ал екінші ұшақ, қараңыздар,
екінші ұшақ, демек оныкі 270 сонда. Екі жүз жетпістен екінші ұшақтың жылдамдығының мынадан бірінші ұшақтан алатын болсақ, тең болады 50 км/сағат. Бұл біз тапқан 50 км/сағат екеуінің жақындау жылдамдығы. Көрінбей қалыпты. Мына жерде жақындау жылдамдығы. Жақындау жылдамдығы. Енді біз қуып жету уақытын табайық. Келесі қадам қуып жету уақыты. Уақыт табу үшін не істейтін едік? Формуласы жолды жылдамдыққа бөлеміз. Сонда біз 180 болған бағанағы бірінші қадамды тапқан мынаны бөлеміз жақындау жылдамдығына. Сонда қанша уақыт кеткен бізде? 3-6 сағат болады екен. Сонда екінші ұшақтың барлық жүрген жолы бастапқы 2 сағатта 540. Екінші ұшақтікі. Сонда оқушылар қараңыздар. Мына жерде 220 км/сағат бастапқы жылдамдықтан 220 км/сағатты алдық қой. Алтыншы есепте Марат машиналарды бояғанда келесі ретпен бояды: көк, жасыл, қызыл, қара және сары түстен. Сонда 29-шы машинаның түсін анықтаңыз деп тұр. Бірінші машинаны көк түске, сосын жасыл, сосын қызыл, сосын қара, сосын сарыға бояйды. Сонда 5-ші түс сары, 6-шысын көк, 7-шісын жасылға, 8-шісын қызылға, сосын қара, сосын сарыға бояйды. Сонда 10-шы машина сары болады. Сол ретпен 15-ші машина сары болады, 20-ші машина сары болады, 25-ші машина сары болады және 30-ші машина да сары болады. Бізде 30-ші машина сары болса, сонда бізге 29 керек. 29-тен 30-дан 1 азайтсақ, сонда қара түске кеп тұрмыз. Немесе 29-ды 5-ке бөлсек, 5/5-тен 4 болады. Біреуін алып тастасақ 4 болады. Сонда 4-ші түс қара деп те болжасақ болады. Енді келесі есепке қараңыздар. Заңдылықты анықтап x-ті табыңыз дейді. Бұл жерде қарап тұрсақ, үшбұрыштар берілген, ішінде сандар берілген. Мына жердегі x-тің мәнін табуымыз керек. Ойланыңыздар, паузаға басып ойланып көріңіздер, сосын тексеріңіздер. Қараңыздар, 9-ды 8-ге көбейтсек 72, оны 6-ға бөлсек 12. 3-ді 25-ге көбейтсек 75, 15-ге бөлсек 5. Енді 4-ді 14-ге көбейтіп 56-ны x-ға бөлсек 8 болу керек бізде. Жазып алайық. 4-ді, міне, 4 көбейту 14 бөлеміз x тең 8 болу керек. 4 жердегі 14-іміз 56 бөлеміз x тең 8. 8-ші есеп. Заңдылықты анықтап сұрақ белгісінің орнындағы санын табыңыз дейді. Паузаға қойып ойланыңыздар және жалғастырайық. 5 жердегі 4-іміз, себебі мына 5 квадраттың ішінде тұр. 4 ұшы бар, 5-ті 4-ге көбейтеміз. Ал мынаны қанша бұрыш? 5 бұрыш. 1, 2, 3, 4, 5 бұрыш. Сонда 5-ті 4-ге көбейтсек 20, 3-ті 5-ге көбейтсек 15, 20-ға 15, 35. Келесі 9 жердегі 3-іміз 27, 8 жердегі 4-іміз 32. 27-тен 32-ні алсақ минус 5. 7 жердегі, енді біз табуымыз керек. 7 жердегі
5 бұрышымызды, азайту 6 жердегі 3 бұрышымызды минус 2 жердегі 4 бұрыштың ішінде тұрғандықтан 4-ке көбейтейік. Сонда 35 плюс 18 минус 8 тең 45. Сонда қараңыздар 45 шықты, ал варианттарда көрінбей тұр. Может, қате кеткен шығар вариантта. Логикамыз дұрыс болып тұр. Келесі есеп аспаз етпен 20, картоппен 10 және тосаппен 15 бәліш жасапты. Тосаппен 15 бәліш жасаған. Енді тосаппен міндетті түрде тосаппен жасалған бәліш шығу үшін ыдыстан қарамай ең кем дегенде неше бәліш алу керек? Ең кем алатын бәліштің мөлшерін табу үшін бірінші полный қорапты, қорап беді бізде ыдыстан 20 штук есепті жалғастырайық. Бірінші ыдыстан 20 штук етпен жасалған бәліш аламыз. Сосын 10 штук картоппен жасалған алып тастаймыз. Сосын ең кем дегенде тосаппен жасалған бәліш шығу үшін бір бәліш алған жеткілікті. Сонымен екеуінің қосындысы 31-ге тең. С жауап болады екен. 10-шы есеп почти дәл солай. Жәшікте 12 шар жатыр. Олардың 6-ы қызыл, 3-еуі ақ, 2-еуі жасыл және 1-еуі көк. Жәшікке қарамай кем дегенде бір көк шар шығатын нақты сенімді болу үшін ең аз алынатын шарлар саны. Нақты сенімді болу үшін 12 бізде 12 шар болса, 6-ы қызыл, плюс 3-еуі ақ, плюс 2-еуі жасыл, өзі көк 1-еуі ақ екен. Сонда 12 болады екен. С жауап.